Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ерекше салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Арнама қош келдіңіздер. Бізге бұл салатқа бар жоғы қызылша піскен және де осындай шпротты қолданатын боламыз. Бұл салат өте керемет үйлеседі. Қызылшаны осындай ірі өкіштен өткізіп аламыз да, үстіне шпротты ашып, салып, ірі қасықпен аздап бөліп жіберсеңіздер де болады. Үстіне майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен дәмді салатымыз дайын болды. Кез келген мерекеге тез дайын болатын салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.